Паразиттар құтылу жолын білмей жүрсіз ба? Ендеше тыңдаңыз. Балалардағы тәтті құмарлық немесе сіздің де тәттіге әуестігіңіз және де артық салмақ осы паразиттердің әсерінен болуы мүмкін. Одан құтылу үшін өз рационымызда асқабақ дәндерін көбірек пайдаланғанымыз абзал. Ер адамдарда простатит болатын болса да, осы асқабақ дәндері таптырмас ем болып саналады. Мысалы айтатын болсақ, А, Б, Е, Р дәрумендері әрбір тағамнан сіз таба аласыз. Бірақ біздің ағзамызға қажетті, біздің ас қорытуды жақсартатын, біздің артық салмақтан арылту мақсатында қолданатын К және Т дәрумендері осы асқабақта өте көп. К дәрумен тобы біздің қанымызды сұйылтуға көмектесетін болса, Т дәрумені біздің ас қорыту процесін жылдамдатады. Сол арқылы сізде артық салмақ болмайды. Асқабақтан шикідей шырын дайындап ішетін болсаңыз, сіздің ағзаңызда темір мөлшері көтеріліп және де магний мен калий деңгейі өсетін болады. Балаларға паразиттен профилактика ретінде асқабақтан пюре дайындап берсеңіз болады. Және де асқабақ дәнін қосуды ұмытпаңыз. Каротин деңгейі сәбізге қарағанда асқабақта 2 есе жоғары. Сол себепті біздің көзіміздің көруі жақсаруы үшін сәбіз салатының орнына асқабақ салатынын мен сіздерге ұсынамын.